Тұрғын үй кооператив десе көбіміз сенімсіздік танытып үрке қарайтынымыз жасырын емес. Өйткені тұрғын үйге деген сұраныстың көптігін пайдаланып, тұрғын үй кооперативтерін ашып, алаяқтық жасап, жұрттың ақшасын алдап алып жатқан оқиғалар барлық жерде кездесіп жатыр. Осыдан болар тұрғын үй кооперативіне деген сенімсіздік көп. Бұл әрине өкінішті. Дегенмен де тұрғын үй кооперативтерінің ішінде де жақсы жұмыс істеп, шын адамдарға көмегін тигізіп жатқандары бар, көп емес. Солардың бірі Еспей тұрғын үй кооперативі 4 жылдан бері нарықта жемісті жұмыс істеп келе жатыр. 35% жарнасын төлегеннен кейін сіз қалған 65% жетпейтін соманы 10 жыл мерзімге кооперативтен жылдық 2% өсіммен қарыз алып, бөліп төлейсіз. Бұл тұрмыс төмен, табысы төмен отбасылар үшін әсіресе өте тиімді. Осы Еспей тұрғын үй кооперативінің қызметін пайдаланып, баспаналы болып жатқан адамдардың саны жылдан жылға өсіп келе жатыр. Мен сіздердің назарларыңызға ұсынып отырған Астанада тұратын 2 баласы бар жалғызбасты ананың баспаналы болуына байланысты түсірілген видеоны ұсынып отырмын. Ол сол жағалаудан жаңа пәтер сатып алған. Айына төлейтіні 47 мың теңге. 47 мың теңге деген бұл өте төмен сома. Яғни айтқанда табысы төмен адамдарға өте қолайлы. Өкінішке орай бұндай адамдарға осындай тиімді тәсілмен жаңағы үй сатып алуға мүмкіндік жасайтын біздің елімізде бағдарлама жоқ деп айтуға да болады. Дорогие партнеры, сегодня мы находимся в квартире у Марал, у нашего пайщика, нашего жилищного кооператива «Быстрая недвижимость». Сегодня давайте мы проведем экскурсию по нашей квартире новой. Марал, покажите, пожалуйста, нам свою квартиру. Марал только переехала, поэтому немножечко еще не устроилась, но все равно мы решили сегодня поздравить ее с новосельем. Посмотрите, пожалуйста, какая большая комната. В новом доме, 15 этаж, прекрасный район, в новостройке, да, Марал? Прекрасный балкон. Посмотрите, какой Дастархан Марал сегодня нам накрыла. Какая прелесть, боже мой. Посмотрите, какой балкон. А какой вид. Покажите, пожалуйста, город Астана. Какая красота, боже мой, прелесть, Марал, вообще здорово, отличная квартира. Здесь мы идем вдоль балкона теперь, да, и переходим сразу на кухню. Марал, вообще прелесть. Это кухня. Пока Марал, конечно, только обустраивается, но в следующий раз, конечно, когда мы приедем, Марал, мы уже приедем, уже настолько вот квартира будет наряженная, красивая. Это вот кухня, такая большая кухня. Красиво. Мы сразу переходим в большой коридор, широкий коридор. Да. Квартира прекрасная. И здесь, вот, конечно, может быть прихожая, да, когда это останется. Хочу пожелать вам, дорогие партнеры, дорогие будущие пайщики, будущие члены кооператива, вы не переживайте, всегда принимайте правильное решение, и все вы будете жить в своих квартирах под такие низкие проценты 0,2. Желаю всем благополучия, процветания, счастья. Всего хорошего. Еспей тұрғын үй кооперативі туралы толық ақпаратты сіздер осы видеоның астындағы сілтеме арқылы сайтқа кіріп алуларыңызға болады.